Сәлем қыздар, бүгін бізде өте ерекше торт. Ерекше. Ерекшелігі жұмыртқасыз піседі. Ол үшін бізге жылы қайнаған су қажет және сұйық май, қантымыз барлығын жақсылап миксерлейміз. Одан кейін үстіне ұнымызды қосамыз және қопсытқыш разрыхителімізді қосып, миксермен кішкене бұлғап аламыз, ұнымыз шашырап кетпес үшін. Сосын миксерлеп барлығы бір келкі масса болғанға дейін араластырамыз. Содан кейін формаға құйып пісіріп аламыз. Оға дейін біз кремімізді дайындай береміз. 400 грамм сливки қажет болады. Сосын 100 грамм сгущенкамызды құямыз. Және қантты өздеріңіздің тәттілікті ұнатқандарыңызға байланысты салсаңыздар болады. Біз 100 граммдай салдық. Мына жерде видеода мен 50 салдым, кейіннен тағы 50 грамм қостым. Бұны да жақсылап миксерлейміз. Сливкеміз өзінің формасын ұстағанға дейін жақсылап миксерлеп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Өзінің формасын ұстауы, қаттылығы осындай болады. Енді кремімізді қойып қоямыз. Біздің коржымыз пісті. Оны 3 бөлікке бөліп, тағы да кішкене суығанын күтеміз. Ал енді тортты құрастырамыз. 3 бөлікке бөліп кремімізді примерно есептеп осылай жағып шығамыз. Өздеріңіз қалаған сәндеулеріңізге де болады. Бұл тортқа заварной крем де кете береді. Өйткені бұл торт ерекшелігі сол кез келген креммен кете береді. Ең бастысы пропиткасызды дайындай берсеңіздер болады. Бұл торттың дәмі бір манкаға ұқсайды, яғни біздің манкашадан жасалған пирогтарымызға ұқсайды екен. Мен де бірінші рет дайындап көрдім. Өте қызық жері, бұл сіздің көп қаражатыңыз кетпейді. Үйде бар нәрселермен дайындалады. Сыртын өзіңіздің қалағанша сәндеңіздер. Баршаңызға ас болсын.